Сәлеметсіздер. Сенде бір кірпіш дүниеге атты жобасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Әмірғалиева Ләззат Серікқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ендігі кезекте біздің дәстүрлі сұрағымыздан бастайтын болсақ, сенде бір кірпіш дүниеге атты сөзін қалай жалғастыратын едіңіз? Сенде бір кірпіш дүниеде тетігін таппай бар қалам демекші. Әрбір дүниеге келген адам осы дүниеге, жалпы жерге, адамзатқа, ата-анасынан бір жақсы бір дүние жасап кету керек деп ойлаймын. Өзім атынан біз қалағандай жақсы жағынан. Солай түсінемін. Керемет. Екінші сұрағымызға кезек берсек, сіз үшін мұғалім деген кім? Мен үшін мұғалім деген ол әрбір мектебіміздің білім алушының екінші анасы, мектептегі анасы. Мен де келсем, сізді мұғалім болуға не қызықтырады? Енді қазіргі күні мұғалім болуға қызықтырады. Күнделікті балаға көңіл бөлу, баламен жұмыс істеу, оқушылармен концертке қатысу, сабақты талдау, негізі баламен жұмыс істеген өзіне ұнайды. Және баланы бір жетістікке жетелеу. Сол Керемет. Мұғалім жұмысындағы ең маңызды нәрсе не сіз үшін? Мұғалімнің жұмысында ең бастысы ол тәртіп. Содан кейін білім. Егер тәртіп бар жерде білім бар. Тәртіп жоқ жерде білім болмайды. Сондықтан ең бірінші тәртіп болу керек. Тәртіп болған жерде білім болады. Дұрыс айтасыз. Қазіргі күні біздің оқушылар өзгерген ба? Өзгерсе қандай жағынан өзгерді? Енді қазіргі оқушылар әрине өзгерді. Әр бала өз жеке тұлға ғой, әр бала өз заманына сай өзгереді. Қазіргі балалар өзгерген. Бұрынғы біздің балаларымыздан, бізден кейінгі балалардан әр жылдың балалар өзгеріп отырады. Заман талабына сай дейміз, тәрбие бар дейміз, қоршаған орта дейміз. Сондықтан балалар қазір өзгеруде, күнде өзгеруде. Ендігі кезекті сұрағымыз, егер де сіз бір әдеби кейіпкермен кездесетін болсаңыз, ол қандай адам болар еді? Әдеби кейіпкермен кездесу болса, ол Мұқағали деп ойлаймын. Не айтар едіңіздер, қандай сұрақ қояр едіңіз? Енді мен ол кісіге мынандай сұрақ қояр едім. Осындай керемет дүние, керемет поэма, керемет өлеңдер жазғанына қайдан шабыт деген сұрақ қояр едім. Себебі ол кісі әрбір өлеңде бір мәні бар, мағынасы бар, және тәрбиенің мәні бар. Мен де келсем соған, сіздің өміріңіздегі ең үлкен мақтаныш не, немесе кім? Енді бұл өмірдегі ең мақтаныш ол мен ата-анам. Үйде отырған, мен өсірген ата-анам. Бүгінгі күні үйде отырған ата-анам. Сол кісілердің арқасында деп ойлаймын. Енді осындай жерде жұмыс істеп, осындай бір жетістікке жеткеніміз сол әке-шешеміз арқасы деп ойлаймын. Сондықтан ата-анамыз аман болсын. Ол кісілер бар кезде біз әлі баламыз. Сондықтан ол кісілер мақтаныш болып алдымызда, көз алдымызда сөйлемей жүре берсін деп ойлаймын. Енді біз әрбір адам стресске ұшырап жатады. Сол стресстен арылуға не көмектеседі? Енді маған стресс кезінде маған көмектеседі. Маған физикалық жұмыс керек. Не болмаса музыка тыңдаймын, не болмаса билеймін. Ол да көмектеспей жатса сөйлеп жылаймын. Или айғайлап жылаймын. Содан кішкене өзім жеңілдік аламын. Онда болады, перезагрузка болып тұрады. Бірақ көбінесе музыка тыңдасам, сол ең жақсы нәрсе. Мен де келсем, сіз алған ең жақсы кеңес қандай болды? Ең жақсы кеңес ба? Ең жақсы кеңес ол мен өзім туған жағынан, туыстар жағынан болды. Егер жаңағы ситуацияны өзгерте алмасам, басқа көзқарасым бара дейді ғой. Егер жаңағы бір іс-әрекетті өзгерте алмасам, ол іс-әрекетті басқа көзбен қара дейді ғой. Сол сияқты кез келген нәрсені жаңағы адамның қолынан барлық нәрсе келе бермейді ғой, өзгерту. Шамаң келсе өзгерт, шамаң келмесе
оның уже басқа жағынан қарау керек та. Сол кезде уже сәл өзіне духовный жеңіл болады. Керемет. Сіз осы мамандықтағы басты тәлімгер кім деп санайсыз? Енді мен ұстаздық жолымда 20 жыл болды. Осы мектепте істегеніме 2012-де жұмысқа кірдім. Сол кезде осы мектепке жұмысқа келген кезде ең үлкен өзіме жаңағы тәлімгер арайлы болып, қазіргі біздің оқу тәрбие орынбасары Арай Қасымханова. Мен келген кезде мен география пәнінің мұғалімі болып келдім, бірақ мен қазақ тілі пәніне түсіп, қазақ тілі пәніне сабақ бердім, бірақ мен тәлімгерім Арай физика пәнінің мұғалімі болды. Ол кісі физика пәнінің мұғалімі болғандығымен маған көп нәрсе үйреткен сол кісі. Ол кісіге көп рахмет айтамын, алғыс білдіремін. Кез келген жаңағы оқушылардың арасында, мұғалімдердің арасында сынып сағат дейміз, аш сағат дейміз. Ол кезде біз кішкене жастаумыз. Екеуміз керемет көп нәрсе алдық ол кісі. Бүгінгі күні де әлі де алып келе жатырмын. Сондықтан ойлаймын енді әлі де аларын көп шығару керек. Өте керемет болған. Ендігі сіз қандай адамды үлгі тұтасыз өзіңізге? Үлгі тұтатын адам ба? Үлгі тұтатын адам мен негізі мен енем. Мен үлгі тұтатын адам. Неге десеңіздер, ол кісі қандай ситуация болса да саналы түрде шешімін табады. Біз болады ғой енді эмоцияға берілеміз, ұрсысамыз, жылаймыз, артық сөз айтып қоямыз, біреудің көңіліне қарамай сөз айтып қоямыз. Кішкентай баламыз оны періп жібереміз, қолымыз бір жүгіріп кетеді, мысалы. Ол кісіде осы қанша жыл келін болды, бір ондай ерсіз қалып қойған жоқ. Ол кісі өзін тауып артық сөз айтпайды, қолы жүгірмейді. Бірінші ойланып, қанша ашуланып тұрса да ойланып барып, содан кейін бармайды. Айтқан кезде сені жанына батырмайды. Ертеңгіні кеше артық айтып қойыппын, сол үшін кешірім сұрайын deyip айтпайтындай қылып айтады. Сол кісілер ойлаймын енді үлгі алып деп ойлаймын. Сол сабырға шақырып өзінде адамды ренжітпеу үшін, ертеңгіні өкінбеу үшін, өзін өкінбеу үшін. Ең бастысы сабырлық. Жаңағы бізде алдыңғы сұрақ ең жақсы кеңес болса, ендігі сұрағымыз сіз естіген ең дана ой. Ең дана ой ақындардан. Ең дана ой болса, керемет сөз бар ғой. Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасам лапылдап, біз жанбасам лапылдап, мына аспан қалай ашылмақ деген сияқты. Яғни кез келген істі сен бастамас бұрын өзінен бастау. Сен мысалы жұмысты жасау үшін сен өзін жасап көру керек деп ойлаймын. Содан кейін барып сен оны жасау жолын білгеннен кейін сен уже басқа адамнан оны сұрай аласың. Жұп болып жасағанда ол қандай жұмыс болады? Ертеңгі күні барлығымыз жасасақ, сол жұмыстың арқасында қандай нәтижеге жетеді? Сол маңызды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ендігі біздің өте қызықты сұраққа көшетін болсақ, егер жарты сағатта бір нәрсені үйренуге мүмкіндік болатын болса, нені үйренер едіңіз? Домбыра шерту. Домбыра шертуді үйренер едім. Мен ол балалық кезіндегі арманым болған, машина айдау және домбыра шерту. Мен бүгінгі күні Аллаға шүкір машина айдап жүрмін, оны өтірік айтпай қояйын. Өзімнің жаңағы ешкім бұлай керемет үйреткен жоқ, бірақ өзімнің арманның арқасында үйреніп алдым. Айдағым келді, айдадым. Бірақ енді осы домбыраға қолым жетпей жүр ма, арман маз болып жүр ма, мақсат талпыныс маз болып жүр ма, сол домбыра шерту негізі арман, мақсат. Ойлаймын енді үйреніп алатын шығар. Әлі де кеш емес шығар? Әлі де кеш емес қой. Сіз үшін мұғалім болған қиын ба, әлде ана болған қиын ба? Мен үшін, өзім үшін мұғалім болған оңай, ана болу қиын. Неге? Себебі мұғалім болған, ол сен кәдімгі бір рамканың ішіндегі адамсың. Сен оны сыртынан шыға алмайсың. Мысалы,
ұрса алмайсың, артық сөз айта алмайсың, ұра алмайсың, соға алмайсың. Мысалы тәрбие бәрі мол, а үйдегі баласы ол поляда жүрген бала ғой ма, қайырып жағасың, келтіріп аласың, батпаққа тығып аласың да оны жұлып аласың, аспанға көтеріп жібересің, аспаннан жұлып аласың да жерге түсіресің. Сол кезде соны жасап жүріп өзіне ой келеді, мен дұрыс жасап жатырмын ба, дұрыс жасап жатқан жоқпын ба, саған ешкім айтпайды. Сол жағы. Мысалы сен мектепте бір дұрыс емес нәрсе жасадың, саған айтатын адам бар. Мына жағы дұрыс болған жоқ, себебі ол заң бар, тәрбие бар, тәлім бар, субординация бар деп айтады. Ал ана болған кезде өйтіп саған ақыл айтатын адам жоқ. Олар ақыл айтса да сен былай қабылдайсың. Сен сөзің сондай адам, ана сондай, мен басқа анамын. Ол қабылдасаң, қабылдайсың, қабылдамайтын адам қабылдамайды. Или басқаша қызғанып айтып тұр ма деп ойлайсың. Не болмаса керісінше айтып тұр ма деп ойлайсың. Сондықтан мен үшін ана болу қиын. Және бұл жерде жауапкершілік мол. Ол кісіден қарағанда. Қазіргі кезде мұғалім қандай болу керек деп ойлайсыз? Қазіргі кезде, қазіргі таңда мұғалім осы заман, осы күнгі заман мұғалім. Бүгінгі күнді мұғалім болды. Ол өтіп кеткеннен болса, болашақта мұғалім болмауы, ол нақты осы заман мұғалім болды деп ойлаймын. Және жаңашылдыққа ізденетін, жаңашылдықпен бірге жүретін мұғалім болу керек. Егер сен артта қалып қойсаң, сен жаңағы өмірден де қалып қоясың, балалардан да қалып қоясың. Балалар қазір бізде басқа нәрсе тыңдайды. Сіздер мысалы қызығатын нәрсе басқа. Біз сіздердің қызығатын нәрсені сіздерге беру үшін, көрсету үшін бізде сол нәрсеге қызығуымыз керек. Мысалы біз мен түсінбейтінмін. Ән бар ғой. Бізде қазір мынанша оқиды ғой, қандай оқиды деп айтшы? 91? Иә, мынанша оқиды қандай топ деп айтады? Кей-поп, иә. Соны мен түсінбейтін, соны кей-поп дегенді түсінбейтін. Кейін қазіргі 11-ші класс, өтірік айтпасам 8 ба 9 оқыған кезде соны тыңдайтын. Тыңдайтын, кәдімгідей тыңдайтын. Соны мен түсінбейтін, несіне тыңдайды деп. Соны бір тыңдап көрдім, жаңа просмотрын оқып шықтым, олар қандай топтан екен оқып шықтым, шығу тарихын оқып шықтым. Қазіргі әлем деңгейінде қандай деңгейде соны қарай отырып, кәдімгідей үлгі алатын топ екен, ана топшы. Былай қарап тұрсаңыз. Нантималда да сөйтті ғой, мысалы Қазақстанда қарсы шықты дейді. Бірақ олар ең бірінші топ қой, сондай кей-поп болған, иә? Олар қорықпай, жаңағы өзіне өзі тығылмай, нақты өздерінің мақсатын, түрін басқаша екенін көрсете, және ол Қазақстан эстрадасында білесіп алды деп ойлаймын. Тура сол адам да сол сияқты, оқушы да сол сияқты ғой. Жақсы жағынан мысалы өзінің мақсатын, арманын алдыға қойып соған жетсе, яғни ол бір із қалдырып деген сөз бар. Яғни ол қазір мысалы бір нәрсеге жетсе, ертең ол көп нәрсеге жетеді. Ертең ол әлемге әйгілі болады. Сіздің ойыңызша мұғалімнің негізгі қасиеттері қандай болуы керек? Енді мұғалімнің негізгі қасиеті ол ең бірінші білімді болу керек. Білімді өзінің жеткілікті болу керек, және білім беретін, білім алушыларға жеткілікті болу деп білімді болу керек. Үлгі тұтатындай болу керек. Мықты адам болу керек. Мұғалім деген басқа адамдардан қарағанда мықты мұғалім болу керек. Мұқтарақ адам болу керек. Ол мектептің ішінде ғана мұғалім емес, ол сыртта жүргенде мұғалім болу керек. Себебі біз мектептің ішінде қалай жүреміз, сыртқа барғанда да тура солай жүреміз. Біз өзіміз ерекшеленіп тұрады мұғалімдер. Мысалы басқа бір танымайтын жерге барсам, ортаға барсам, сразу сұрайды, мұғалімсіз ба деп. Сонымен ойлаймын, өзімізге көрінбесе де сыртқа адамға көрінетін шығар. Келесі соңғы сұрағымызға көшетін болсақ, қайтадан мамандық таңдауға мүмкіндік болатын болса, қайтадан мұғалім болар ма едіңіз? Иә, болар еді. Себебі мен негізі мұғалім боламын деп ойлаған жоқпын. Негізі армандаған мамандығым әскери қызметін істейтін сондай болған сарбазба дейміз, военный негізі. Бірақ ол арман мен орындалған жоқ. Бірақ бүгінгі күні өкінбеймін. Өзімнің мамандығым ұнайды.
қазір өзімді басқа мамандық иесінде елестетпеймін. Осы шығарылымның қонағы болған Әмірғалиева Ләззат Сейітқызы, келгеніңізге көп рахмет. Алдағы жұмысыңызға көптеген табыстар тілейміз. Сонымен біздің жобамыздың соңына келдік. Қош сау болыңыздар.